Әкесі өлген, асқар тауы құлағанмен бірдей, шешесі өлген, ағар бұлағы суалғанмен бірдей дейді Жиренше шешен. Осыдан 22 жыл бұрын анамыз Нұридин қызы Маржангүлден айырылып, бұлағымыз суалған еді. Енді міне Бектұрғанов Сейдахмет әкемізден айырылып, асқар тауымыз құлағалы жыл толды. Сейдахмет Тауасарұлы 1934 жылы Досан ауылдық советінің Ақтас колхозында дүниеге келген. Ол ашаршылықтың сұмдық зұламатынан кейін дүниеге келген. Енді ес жия бастаған уақытта соғыс басталып, майданға кеткен әке ағаларына азық жөнелту, үйдегі анасы мен қарындастарының тамағын тауып беру үшін еңбекке ерте араласты. 1949 жылы әкесі Тауасар дүниеден озды. Сейдахмет анасы мен екі қарындасын алып, Ащысайдағы ағайындарына барады. 16 жасында слесар болып Ащысайдағы шахтаға жұмысқа кіреді. Жақсысы мен жаман араласқан өмірде қиындық көрсе жеңілмеуді, еңсесі түсіп езілмеуді ол бала күнінен мойындаған адам. Бірақ өз кәсібінде шеберлігінің шыңына жеткен білікті жан еді. 1958 жылы Қайнарбұлақ ауылына қоныс аударады. Осы ауылда көп жылдар бойы халықты азық-түлікпен және тұрмысқа қажетті заттармен қамтамасыз етіп, дүкеншілікпен айналысады. Ол кезде бүгін совхоз жұмысшылар кооперациясы деген болатын. Соның Қайнар елді мекенінде дүкен болады. Сол дүкенде меңгеруші болады. Енді қазіргі әгер тілмен айтатын болсақ, сол кездегі сол бір елді мекеннің тұтыну кооперациясының өкілі де, әрі сол жерде сол халықты, шопандарды, басқа да жаңағы ауылда тұратын тұрғындарды қажетті тауарлармен қамтамасыз ететін орын сол кісілер болатын. Оның бер жағында сол саланың білікті маманы болды. Содан кейін ең басты мәселе халыққа не қажет. Мен соны таза жаңағы біріншіден біліп отыратын, сол сұранысқа сәйкес тауарды жеткізуді әрекет жасап отыратын, содан кейін тиісті орындарға сол сұранысты жеткізіп отыратын. Сауда қызметінде жалпы халыққа жарық қызметтің ауырлау. Бірақ бұл кісінің қадір қасиеті, жаңа мен айттым, сол халыққа қажетті заттарды зерттейтін. Содан кейін солардың сұраныстарын жинақтайтын. Сол қажетті затты алып келіп халыққа сатады. Бұл үлкен мәселе. Өзіне тән мейірімді жүзімен күлімсірей қарап, айналайын, халың қалай дейтін Сейдахмет тәтемді өткен шақпен еске алатын естеліктер көп. Жүрегі адал, кішіпейіл, қамқорлығы мен мейірбандығы жүзінде тұратын адамның орны үнемі ой сұрап тұрады дейді қарындасы Бибайым Рысбекова. Өзі ер азаматты төрге де жетелейтін әйел заты ғой. Жеңгеміз, ағамызда төрге жетелеген асыл жеңгеміз еді. Сол кісіні көбірек айтамын, көбірек айтып атында жөні бар өзі. Ол кісі ағамыздың жағасын кірлетпеді, алдынан кесек өлеңнің алдын артық сөз айтпады. Балаларды да, қыздарды да сондай жағдайға тәрбиеледі. Кейінгі ұрпақта сол үрдіспен келе жатыр. Ағайынға қамқор еді. Ағайынның жақсы қуаныш қайғысын бірге бөлісетін еді. Соның бас аяғында жүріп барлық нәрсесін кешетін еді. Қызметте де абыройсыз болған жоқ. Мысалы, дүкен ұстаған кезде ауылдағы, соны кейбіреулер жаңа төлеп бірдеңе жатыр. Барлық есебі тура, жұмысын дұрыс тыңғылықты атқаратындығы соның есебінен. Сондай адам еді. Сейдахмет Тауасарұлы 1956 жылы Нұридин қызы Маржангүлмен шаңырақ көтерді. Қайын жұртына да қамқорлықпен қарап, үнемі жылы жүзде жүретін. Үлкенге ізеті мен кішіге құрметі бойында тұратын. Ол 8 қырлы, бір сырлы жан еді, дейді балдызы Сырғагүл Ахметова. Қасиетін жаңа айтқым келіп отыр, суырып салмалығын, өнерге деген өте бейімділігін. Жаңа келдік, менен үлкен әпшем бар тұғын 47 жылғы.
енді суырып салмалығын айтайын деп отырмын. Сол жерде ән айтты. Соның ішінде менің есімде қалғаны әннің қайырмасы. Қияқтай судағы сусар, қасқалдағы үйрек сияқтай дейді. Балыздарына да. Соң кейін енді өсігінде ойланам. Соны зерттедім мен. Мына судағы сусар, қасқалдағы үйрек деген аққу сияқты үйректің ең жақсы болады екен ол. Тұмсығын былай тығып, суға былай тығып, ойнақтап жүргенде бір сұлу көрінеді екен. Соған бейнелеп айтқаны ғой енді. Одан кейін бөген шаян сіргелай, жай көйлегін бүрмелай дейді. Бұл да жаңағы өлеңдердің қайырмасы да, бұл өлең шумақтарын, бұл өлеңнің қайырмаларын мен Созақ ауданында өмір сүрдім 70 жыл. Біздің аймақтан естіген емеспін. Әні де басқа, бұның сөзі де басқа. Сөйтіп жаңағы балдызымен айтысады. Сөйтіп екеуі айтысып отырды. Бұл отбасындағы осы әулеттегі ынтымақ, ауызбіршілік, бір-бірінің сөз тыңдауы, ол кісі қанша дастарханда отырғанда да сабырлығы, осы пайыммен сөйлеп, әдемі сөйлеп, мен ойлаймын, енді ол кісіден шыққан ол қыздар бұдан да артық үлкен абыройға ие болады деп, бірақ бір рет байқамаппын осы даусын көтеріп, балаларына, не қыздарына ұрысып жатқан. Тек қана күліп тұрып, жай сөзбен ғана жеткізетін еді. Әрине, өмірге келгеннен кейін қартаюде барақ, әдемі қартаю деген қандай керемет. Сол әдемі қартайған қариялардың бірі осы Сейдахмет көкімді айтар едім. Бекзат болмысты Сейдахмет Тауасарұлының қай ортада болсын сыйы артқан жан еді. Жігіттің жақсы болуы нағашынан дегендей, жиендерінің айтқанын жерге жықпайтын кіші пейілдігі де болатын. Сондай жиенің бірі композитор Батырхан Рыспанбет нағашысы туралы толғанда. Өнер бізге осы нағашымнан да келді. Нағашым енді өлеңді айтқанда тойда, ой, керемет айтатын еді. Өдіп, жаңағы мамам да жақсы әнші болды. Солардың арқасында септігі тиген шығар. Әкем күйші болды. Сол бәрі жан жақтан солардың әйтеуір тәрбиесін алып, сол жаңағы өнер, осы өнерді қолға алғаным солардың арқасы. Иә, адам бойына жақсы қасиет әкенің қанымен, ананың сүтімен келеді. Содан барып тектілік деген дүние туады. Сейдахмет ата жарым Маржанкүлмен 44 жыл бойы жұбын жазбай, Алланың берген 13 перзентін дүниеге келіп, немере шөбере сүйді. Олардың ақылман атасы көзі тірі тәрбие кітабы болды. Менің атам өте сыйлы, өзінің елінде әр үйіне барған сайын өзінің ұлағатты сөздерін айтып, басымыздан сипап отыратын, өзінің мейірімділігін танытып, немерелеріне әрқашан жұлдыздай жарқырап отыратын үйінде барған кезде бізге әрқашан өзінің ұлағатты сөздерін айтатын, жаңағыдай қай жерде жүрсеңдер де тәрбиелік мәні бар нәрселерді айтыңдар, әр айтатын сөздеріңді пайымдап, жеткізіп барып айтыңдар деп айтатын. Балалық шағымнан мен атаммен бірге ауылда өстім. Атаны өңке көнелі, жаңағы әдеби ақылды сөздерін ата айтып отырушы еді. Үлкеннің алдын кеспе, ақылды бол, мейірімді бол, кіші пейіл бол деп сол сөздерін құлағыма құйып өстім. Сарыағашқа барғанда атамен санаторияға, сол кезде бәрі таң қалушы еді. Осы немересі қарап жүр екен, қандай бақытты ата, берген тәрбиесінің бәрін қазір рахатын көріп отыр деп айтатын. Сол айтқандардың бәрін әлі күнге шейін құлағым есімде. Атам өте ақылды, еңбекқор, ер мінезді, және де ән айтқанды жақсы көретін еді. Атаммен көп жиындарда болғанда, атам әрдайым ән айтатын еді. Атамның дауысы өте керемет болды. Оны тұрғындардың бәрі айтушы еді. Және де менің сабақтарыма көбінесе атам көмектесетін еді. Математикадан беретін апай үй тапсырмасына есеп бергенде атам көмектесетін еді. Және де жас кезінде магазинде, яғни дүкенде жұмыс істегендіктен бе есептеуді жақсы көретін, және де есепке жүйрік болушы еді.
Адам ақылымен сымбатты, ұрпағымен қымбатты дейді даналар. Адам ұрпағымен мың жасайтынын ерте түсінген Сейдахмет атамыз балаларына терең білім мен мықты тәрбиені бере білді. Әр қайсысының қандай мамандыққа икемі барын байқап, бағыт бағдар көрсетіп отыратын. Біздің әкеміздің ең мына өнегелі сөзі, бізге айтқан сөзі өсу керек, өну керек. Мен өмірден жалғыз болдым, екі қарындас болған, екі қарындасы да қазір өмірден озып кетті. Мынау өсу керек, өну керек, менің әулетім үлкен болу керек. Осы жағына көңіл бөліңдер деген мәселені көбірек айтатын тұғым. 82 жылы медициналық училищеге түсуіме сол кезде ол кісі әкемнің үлкен рөлі болды. Сол мамандықтың арқасында қазіргі таңда медицина ғылымдарының докторы, профессор болған жағдайымыз бар. Егер де біз сол кезде мамандықты дұрыс таңдауыма бағыт бағдар бермеген кезде осындай дәрежеге жетуіміз екіталай еді. Менің әкем сондай бір сыпайылығы, кереметтігі, артынан қарағанда сұлулығы әлі көз алдымда. Әкешім сондай сыпайы кісі болады, қатты сөйлемейді. Қанша ашуланып тұрса да, дауысын пәзетіп, жай сөйлеуге, құрметтеуге лайықты кісідігін. Ұзақ жасағаны мен анасының арқасы деп ойлаймын. Анасы әжеміз қалды бала, әжемізге әкеміз тұратын. Анасын құрметтегенде әкеміз біз соған қарап бой түзедік. Жаңағы дастарханда нан келеді, қойдың басы келеді, бәрімізді отырғызып алып, алақанына бүйтіп миынан беретін бізге жарып, жағалай. Әй Зағиша, сен қап кеткен жоқсың ба? Бәріміздің атымызды атап, алақанымызға бүйтіп салып. Артында қалған ұрпағың жақсы ісіңді айтып отырса, нағыз бақыт осы емес пе? Сейдахмет Тауасарұлы өмірден өтерінде денесін өз ауылынан алысқа ұзамай, туған жерге алтын қазық болып қадалған Қаратау қойнауына ата-бабаларының мал бағып, сауық сайран құрып, көкпар шапқан киелі орны Орақбай сазындағы Көкбұлаққа қоюда аманат еткен екен. Бүгінде сол өз айтқан биікте мәңгілікке тыншып, перзенттері аманатын орындаған. Мен әкем 4 жасынан бастап атқанын үйретті. Аман кестіріп, таудар аратты. Сосын мынау құстарды таныстырды. Мынау құр, мынау шел, мынау кекілік деген сияқты. Одан кейін мынау шөптің түр-түрін көрсетті. Мынандай шөп, мынау не болады, мынау шөп, мынандай болады, мынау шөп, мынандай болады. Ол үшін жаңа бір аңшылық саясынан керлікке де бір несі батқан. 32 малика бар мылтығы бартын дейді. 63 жылы біздің ағанда таксиямыз айда тұр, сол кезде оқысы бір ауылға деген қасқыр қоп барған. Мен тәтем бар кезде ешқандай нағылмайтын едім. Тәтем бар деп отыра беретін едім. Енді жылға жуық уақыт болды ғой енді, соның орны білінді қазір. Ойсырап тұрғандай бар бұны, нағылайды екен. Әкені сағынатын. Сағынатымыз анамызды. Бірақ әкеміз болғаннан кейін әкеміз оны білдіртпейтін, әкеміз сондай мейірман, сондай қамқор адамдығын. Бәрімізді тәрбиелеп, одан кейінгі қалған інілерімді де үйлендіріп, әйтеуір осы күнге дейін бәрімізді жетелеп, осы дүниеден өткенше жақсы тәрбиесін берді. Анамыздың ерте кеткен онша сезінбедік әкеміздің арқасында. Әкем кеше қайтыс болған кезде қатты өзіме не түсті жүрегіме. Біз әкемізге бауыр басып кеткен екенбіз. Анамыздың жоқтығын сезінбеген екенбіз әкеміздің арқасында. Әкем сөз арасында ата тектеріңді ру шежіресін біліп алыңдар деп, арғы ата-бабаларымыздың үрім бұтағын рет-ретмен тарата айтып, түсіндіріп отырушы еді дейді перзенттері. Атанаға деген баланың сағынышы ешқашан басылмас анық. Олардың әрбір айтқан сөзі, өнегелі тірліктері көз алдымызда өшпейді. Жапырақтары жайғалған мәуел ағаштай болған әулетіміздің дариясы Сейдахмет Тауасарұлы 90 жасқа қараған шағында өз мекеніне аттанды.
жалғанның бұл да шындығы, жабылып өмір түндігі. Бесікке тиген жауырын, жерге де тиер бір күні. Әкеміздің алды пейіш, арты кеніш болсын. Жаныңыз жәннатта болсын, жан әке. Şirkin, şirkin devri